Адам баласы шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап оның өмірлік жолы басталады. Ал әрі қарай жасаған іс әрекетіне, амалына байланысты өмірі өрнектеле түседі. Бұл өмірдің өрнегі де өткелі де көп. Арма мұнара телеарнасының көрермендері, эфирде өмір өрнегі бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламаны Бибіғатша қажы Тілеумағамбет қызының өміріне арнамақпыз. Тілеумағамбет қызы Бибіқадиша қажы әжеміз 1937 жылы Құтты мекен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы номері 13 ауылда қарапайым отбасында дүниеге келген. Ата-ананың толық тәрбиесін көріп өскен ол 1955 жылы жергілікті 10 жылдық мектепті аяқтаған. 1955-57 жылдары Ақтөбе педагогикалық училищесін тәмамдап, сол білімімен Шалқар қаласында оқытушы болып қызмет еткен. Бибіқадиша әжеміз әкесіне жақын болған. Білімі жоқ, қарапайым сауда адамы, десе де мұсылманша оқып, қабақтың 80 руынан шыққан ғұламалардан, ишандардан сабақ алған жалтуманың досы, әрі шәкірті болған әкесін Бибіқадиша әжеміз былай еске алды. Әкем ақ ниетті, ақ жүректі, Алланың жолына шын берілген адам еді. Мына мұсылманшылық, пайғамбарлар, шариғат жөнінде өте көп айтатын еді. Бала күнімізде кейде құлағымызға сіңіп, ойнап жүріп сіңіп қалады, кейде ол уақытта көп тыңдамай да қаламыз, кейін қазірде өскеннен кейін. Сондай жақсы адам еді. Әкемнің қолы ашық кісі еді. Көңілі де ашық, пейілі кең, жоқпын демейді еш уақытта. Ешкімнен ештеңе дәметпейді. Қолынан келсе бергісі келеді. Үйіне адам келсе жоғары шық, келдің бе айналайын деп жоғары шық, кәй, кемпір ет сал, келін шай қой, көрпе сал деп бастайды әңгімесін. Содан кетерде әңгімесі кісі аңқып әңгімен айтады, ана кісі кетерде батасын беріп шығарып салады. Бір күні бір кісі келіп, оған әкеме шапан әкелген ғой, жаңа шапан. Шапан киіп көрген, сосын ана әрберден кейін далаға шыққысы келіп, шапанды тұсына іліп қойған, ол вақытта шеге қағып қояды. Сол шеге іліп өзі далаға шығып кеткен, дәрет алып қайтып келсе, шапан орында жоқ, орында көне шапан тұр дейді. Содан айтатын бір кісіге қатты сөйлемейді, бір ауыз сөзбен түсіндіреді ғой. Тықпыш, тықтың ба депті, келініне. Қызын алақанында аялап өсірген әкесінен айырылу Бибіқадиша әжеміздің жанына қатты батты. 5 уақыт намазын, оразасын тастамайтын әкесінің діни сауаттылығы жағынан, әрі көпшілдігінен Аллаға жақын болғаны шығар, Құдай әкемді еш қинамай ала кетті дейді. Тілеумағамбет атамыздың өмірден өткен сәтінің өзі, соңғы айтқан сөздері де әлі әжеміздің есінде, және еш қашан ұмытпақ емес. Сондай жақсы адам еді, өзінің сол ақ ниетіне қарай жақсы өмірден өтті, қарапайым ғана адам болды, халық сыйлады. Өзінің сол Аллаға берілгендігінің арқасында шындығында өмірден өтерде де ол кісінікі адам таңғалғандай болды. Қайтатынын 2 күн бұрын мен 3 күндік қана өмірім қалды деді. 92-дегі шал ғой. Сол ойлаймын, сол Алланың құдіреті шығар, Аллаға шын берілгенінің арқасы шығады. Кейіпкеріміз анасын да естен шығарған емес. Өксігіне өкініш толғаны, анасы қайтыс болғанда жанында бола алмағаны. Дегенмен, мен анамның жанында бола алмадым. Суық хабарды естігенде жағдайыма байланысты, және қытымыр қыстың дүлей дауылынан анама жете алмаймын ба деп қорықтым. Дегенмен, Құдайдың қарасқаны болар, жер қойнауына тапсырар уақытта даладағы боран әп-сәтте тыйылды. Анамның садақасында бой көрсете алдым дейді кейіпкеріміз. Анам қайтқанда өте көп күткен екен мені, келсін деп. Маған хабар жеткен жоқ, қатты ауырып жатыр деген. Сол әлі күнге дейін өкінішіп, анаммен кездесе алмай қалдым деп әлі күнге дейін. Өмірдегі жалғыз өкінішім сол, басқа өкінішім жоқ. Сәрсенғали ағамызбен шаңырақ көтерген Бибіқадиша қажы 4 ер бала, 2 қыз бала тәрбиелеп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, бүгінде Алланың қалауымен 18 немере, 16 шөбере сүйіп отыр. Бала шағаға тәрбие бергенде ескеруді қажет ететін маңызды дүниелер бар дейді әжеміз. Бір әулеттің ақ жаулықты, абзал әжесі болу көпке бұйыра бермейтін бақыт. Ал әдемі қартаю адамның өмір салтына байланысты. Ол үшін ұл мен қызына үнемі айтып отыратын қағидасы да бар. Анам бір момын, сыпайы, шебер адам болды. Мен ес білгеннен басынан ақ кимешегі түскен жоқ. Ораза намазы қалған жоқ. Шебер адам іс істеп отырып, бір өлеңдетіп отырады арасында. Сонда бір анамның айтқан өлеңі әлі күнге бір шумағы есімде. Шахар, шахар, дудиғар, әмір мағрум, нәхи мүнкар. Не қылса да Ақ Тағаланың құдіреті бару, еркі бар дейді. Осы өлең
сонда әр уақытта жаңағы Алланың ақ жолымен жүру туралы ғой енді осы. Сыпайы болыңдар дейді, тәртіпті болыңдар, ашық-шашық жүрмеңдер, әйел өсесіңдер, бір үйдің отағасы боласыңдар, жан-жақтарыңды сыйлаңдар, атаны сыйлаңдар, енені сыйлаңдар, күйеулеріңді сыйлаңдар, күйеуіңнің атын атамаңдар дейтін еді. Мен отағасымның атын айтып көргенім жоқ өмір бақи. Мейірім мен махаббат керек. Қатты тәртіппен, қаттылықпен тәрбиелей алмайсың. Өзің балаң тәрбиелі болу үшін өзің тәрбиелі бол дейді ғой, өзің тәрбиелі дейді. Сол сияқты балаларымыз ешкімге жаманды ойламаймыз. Отымыздың басында өсек, анау мынау жаман сөз болмайды. Ешкімді кінәламаймыз. Әкем марқұм айтатын, ешкімді кінәлама дейді. Ешкімге өкпелеме. Біреулерді бір ренжіп біреуге бірдеңе десең, ой қарағым-ай, оның несін айтасың? Оның кісінің өзі болып болғаны сол ғой, оған қайғырма, уайымдеме дейтін еді. Сол сияқты біздің отымыздың басында артық әңгіме болмайды. Ол уақытта анамыз көзімізді ашқаннан ана ғой қыз балаға тәрбие айтатын. Ұят болады, артық сөйлеме, үлкен кісінің алдында жүрме, кісінің бетіне бақырайып қарама. Ең аяқ айтатын бір адамдарға арқаңды берме тұрма деп, артыңды беріп тұрма деп. Сосын адал бол, таза бол, бәріңді жаңағы екеніңде екі періште тұрады. Алла тағалаға соны жақсылығыңда, жамандығыңда жеткізіп тұрады. Не істесең де емін еркін істеме, сені бақылап тұрған періште бар дейтін еді. Соның тәрбиесі бойынша жүрдік. Бала тапқандық емес, баққандықы деген ұстанымды ұстанатын қажы әже тәлім тәрбие беруде асыл дініміз ислам шариғатын араластыру керек дейді. Себебі діни тәрбиеленген бала ғана болашағынан зор үміт күттіретін, асылы жамандықтан аулақ жүріп, тек жақсылық жасайтын, елінің бетке ұстар азаматы боларына сенімді. Мына намаз оқып атқанда кішкентай 2-3 жасар бала жүгіріп тарсылдап жүрсе, намаз оқып атқанда тым тұрыш қоя қояды ғой. Намаздың алдынан өтпейді. Сондықтан сол кішкентайынан бастап ислам жолына түсіру керек. Мұсылмандық жолға тәрбиелеу керек. Сонда ғана жақсы болады бала сіңеді кішкентайынан. О бала, ол үйдің намаз оқитын адамы бар, сондай адамның балалары ол еш уақытта жаман болмайды. Мейірімді де сол болады, азамат та сол болады, патриот та сол болады. Көбі парыз екенін білгенмен қаражаты, сәйкесінше қолы жетпей жатқан қажылықты әжеміз 2006 жылы өтеп қайтты. 1988 жылдан бастап хақ жолында жүріп, 1995 жылдан бастап араб әрпін үйреніп, бүгінде Құранды еркін оқитын кейіпкеріміз үшін бұл үлкен бақыт болған. Бір ай көлемінде қажылықта болған сол уақыт өңі мен түсін айыра алмастай еді. Қажылықта тек еліміз аман болғай деген тілекті қайта-қайта тілеппін деп ерекше естелікпен еске алады. Елге келгеннен кейін онда 70 жасымда едім. Соның бір күндері ойлаймын, мен өзім 10 баланың кішісі екенмін. Бүткіл ол менімен бірге туғандардың жастай кеткені бар, үлкені кеткені бар, 60-тан асқан жоқ. Ойлаймын бір күнім, бұл мен бауырларымның бәрі 60-тан асқан жоқ. Бұл қалай болды? Мен 75-ке келдім. Бұл Алла тағала мені неге жалғыз бұлай қойған? Әкем айтатын еді, меккеге бармасам арманым жоқ деп. Сол әкемнің мүмкін қажылығын өтеу үшін қалдырған шығар Алла тағала деген ой бір күні келді. Сол ойменен 75 жасымда тағы бардым. Әкемнің бәдел қажылық дейді екен, әкемнің қажылығын өтеп қайттым. Сонымен 2 рет бардым қажыға. Шүкір енді Алла тағаланың сол қажылық деген оның міндеті ауыр болады. Алланың шақыруымен барасың, Алланың ақ жолынан таймауың керек. Сонымен келе жатырмын ғой Аллаға сеніп. Дінімізде әрбір адамзат баласын мейірімділік пен сабырлыққа, ақ көңілділік пен кең жүректілікке шақырады емес пе? Сұрапыл соғыстың сызын сезініп, дауылында бірін-бірі жалатып, зеңбіректің дауысында құлақтарын көлегейлеген, азық таппай қиналған шақта бірін-бірі өзегінен теппеген бүтін ауыл шариғаттан аттамай, көмек қолын созатын. Тегеуріні берік, тепкісі қатты сындарлы сағаттан тек дархандығымыз бен мейірімділігіміз аман алып қалды деп замандастарының кең жүректілігін де тілге тиек етті кейіпкеріміз. Біздер мына соғыстың уақытында өмір сүрдік, бір қарабіламықты бір табаққа құйып соны бір қасықпен ішетін еді. Адамдар өте бауырмал болды. Әсте жарты ғұмырын, нақтырақ айтсақ 30 жылын ұстаздыққа арнаған Бибі Хадиша әжеміз заманындағы ұстаздарға деген құрметті ілмек етті.
іліп алар жан болса, нағыз ақыл мен парасат осы болмақ. Қазақ айтады ғой, сыйлы болсаң сыйымды боларсың деп. Ол уақытта ұстазды керемет сыйлайтын еді біздің уақытымызда. Өйткені ол уақытта ұстаздардың өзі сыйлы еді. Олар қиыншылықты көрген, естертері білім алу, мұғалім деген оқуға түсу деген бір керемет әбірейлі, қолға түспейтін. Сондай мамандық болды. Ол шыныменен оқыды, о балалар, ол уақыттың балалары. Жатпай тұрмай кітап оқып, естертіп, білім алсам, адам болсам, азамат болсам, осы халқыма бір жақсы жігіт, жақсы қыз деген ата қылсам дейтін едік біздердің уақытымызда. Соныменен жақсы білім алды, шыныменен оқыды, жақсы білімменен келді, білімді болғасын, ол мектепте де жақсы жұмыс істейді. Балалар оны білімді адам сыйлайды. 55 жылы мектеп бітірдім, 57 жылы, 2 жыл осы Ақтөбеде педучилищені бітіріп, 57 жылы мұғалім болып бастадым ғой. Содан бері қарай 30 жыл істедім. Бастауыш кластарға сабақ бердім. Сосын жаңа қыз балаларға қолөнер үйреттім. Мұғалім деген адам өзінің үй семьясына, бала шағасына қарамайды, халықтың баласын оқытады. Күні түні солар білім алса екен, солар жақсы болса екен дейсің. Түнде аунап түсіп, оянып қалсаң да, сабағым дұрыс, планым жазылмай қалды ма, ертең балалар нағылар екен деп соны ойлайсың. Ал енді өзіміздің балаларымыз шүкір, сол бір Алла тағала ниетімізге қарай болған шығар, халыққа сыйлы болдым, оқушыларым жақсы болды, ата-ана сыйлайтын еді. Солардың еткен еңбегім еш болмаған шығар, сол Алла бағалаған шығар, өздері айтыр, жақсы тәрбиелі бала болды. Заман өзгерді дейін десең, күніміз шығыстан шығып, батыстан батады деген ақжаулық сөзінің зілі барын ұғындық. Өткенін бүгінімен салыстыра отырып сөйлеген әжеміздің әңгіме ауанынан қоғамға наразылығын түсіндік. Пейілі тарылған қоғамды қайтып жөнге түсірерін білсе де, айшықты жерге жетпейтін үніне шамданып, өксігі өкінішке толған. Көп ойланамыз. Жастар әлі біз кеше 70 жылдыға Совет үкіметіне жабады ғой. Одан кейін де 30 жыл болды. 30 жылдан бері еркіндік берді Алла тағалаға. Бірақ сонда да мойынсынбай жатқандар әлі көп деп ойлаймын. Соларға қарным ашады, ойлаймын. Бұл келешекте не болар екен деп. Қазір көшеге шығасын, неше түрлі жастарды көресің. Имандылыққа бет бұрып жатқан жастар да көп. Жұма күні осы мешіттің іш сыртына сыймай кетеді. Оны көрсе қуанам. Ал енді жаңағы көшедегі ыңғайсыз жастарды көрсем, ренжеймін. Өзім бала шағама айтып отырам. Ойлаймыз, біздің әке-шешелеріміз жоқ, қиындық деп, қиындық болды деп айтқан сөзін естіген жоқпыз. Ол уақыттағы адам. Қазіргілер болып, керемет адамдардың өзі қазір жоқ болып қалатын сияқты ғой. Қазір адамдардың пейілі тар, соған көңілім толмайды. Бұрынғы адамдар өте мейірімді еді бір-біріне. Жақсы еді, бауырмал еді. Қазір бәрі бар, ниет жоқ. Ағайын адамдардың өзі бір-бірімен қатынаспай қалатындары бар. Оларға айтарға сөз жоқ енді, сол қиын. Көріп отырмыз талайларды. Тек дүниеге қарай ауып кетті қазір адамдар. Әжеміздің әр сөзі, зілді әңгімесі түртіп аларлық парасат. Сөз соңында айтпағымыз, қарты бар үйдің қазынасы бар деп есептейтін әр шаңырақ, үлкендер айтқан әр ақылды саналарына түйсе екен дейміз. Біз өзгермей, қоғам өзгермесі анық. Әжеміздің де арман тілегі айтпағы осы. Қымбатты көрермен, бүгін біз бағдарламамызда Бибі Хадиша қажы Тілеумағанбет қызының өмірлік жолына өзімен бірге көз жүгірттік. Қаперіңізде болсын, әр адамның өмірі өзінше өрнектеледі. Дегенмен оны дәріптеп үлгі ету біздің басты міндетіміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.